Йоу, бәрде сәлем! Бұл Бақа Ньюс жобасы. Мен осы шоуда ең қызықты жаңалықтарды ашық талқылаймын. Егер біреуге тиісіп артық кетсем, маған ештеңе болмайды, өйткені мен бақамын. Сондықтан по секрету айтайын, маған похуй. Маған жаман коммент айтатын хейтерлар, Мадмен тобы қалай сахнадан кетті, дәл солай менің YouTube каналымнан 15 жылға сігіліп кетіңдер. Ендеше шоуымды ебануты гиверлар сияқты бастағым келіп тұр. Басталды! Біріккен Араб әмірлігінде 50 градус ыстық кезінде үкімет арнайылап жасаңды жаңбыр шақырды. Бізде қанша градус ыстық болса да похуй. Тойшы жаңбыр шақырмайды. Біздікілер құдаларын шақырады, тойларын жасайды, асықпай отырып шайларын ішеді. Короче, ыстықпен бізді қорқыта алмайсыңдар. Қазақстан биткоин өндіру бойынша әлем көшбасшыларының үштігіне кірді. Қалай кірді, қайда кірді, биткоин деген не? Қазақстандықтарға оған похуй. Главное, үштіктеміз, сука. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қысқа мерзімді демалысын Шығыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасында өткізді. Ал ауылдағы Айбек Дубайда жүр. Бля, Айбек, сен пизде шығарсын нахуй. Ақша жоқ деп Дубайда жүрсің. Бля, пошел нахуй, Айбек. Орал қаласында фитнес залы мен кинотеатры бар морг салынады. Ёп твой мать, сендерге айтайын, біздікілер тірі кезінде фитнесқа бармады. Өлгенде тем более нахуй бармайды. Біздікілердікі чисто жату ғой. А вот кинотеатр нормальная тема. Атырауда вакцина салдырған ер адам өтірік құлап қалды. Ебать, қатты ойнатып қояды екен. Актерлік шеберлігі пиздес. Мұндай актерлік шеберлік тек бір ғана адамда бар. Банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Қазақстанда такси қызметі әлем бойынша ең арзандардың бірі. Нихуя себе, ол қандай такси, блядь? Сендер нахуй жаңбыр жаумаған кездегі баған қараған шығарсыңдар. Жаңбыр жауса такси пиздес қымбатына. Кеше Қайрат Нұртас. Ой, заебал солар ғой. Осы жаңалықты оқымай қойыншы. Тиктокта да сол, Инстаграмда да сол, заебал. Пиздуын, давай, келес жаңалық. Вакцинадан кейін қыздардың емшегі үлкейуі мүмкін. Вот қыздар, ешқандай пластический операцияның қажеті жоқ. Жай ғана вакцина салдырсаңдар болды. Ебать, мен қыз болсам, барлы вакцинаны салдыратын едім. Бақа Кардашьян болам ғой, блядь. Қазақстандықтардың орташа жалақысы 233 мың теңге болды. Ебать, не дейді наху? Ондай ақшаны біз 3 айда табамыз ғой. Бірақ орташа жалақыны көтеріп отырған депутаттарға рахмет. Хоть бір нәрсенің көтерілуіне үлесін қосып отыр. Бүгінге осы. Ешкімді ренжіткім келмеді. Бірақ мынаны мен айтпасам, басқа ешкімнің айтуға көттері тұрмайтын еді. Алдағы уақытта тағы новый жаңалықтар болады. Сондықтан да ешкімнен қорықпайтын, шындықты битке айтатын похуист Бақаның каналына тіркеліп қойыңыздар. Все, давайте. Дальше Иканың клипін қараңдар. Пиздец, отсылкалар бар.